Құрметті оқырмандар, бүгін мінекей филология ғылымдарының кандидаты, доцент Нұрбол Сәдуақасов ағамызбен сұхбат алайын деп отырмыз. Аға, мынау Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы кітаптан алған әсерім атты әдеби жоба дайындаған. Сіздің жас кезіңізде, қазіргі де оқып жүрген бір жақсы оқыған кітап туралы айтып берсеңіз. Енді кітап жаназығы дейді. Бала кезімізден кітап оқыдық. Сол біздің кезеңіміздегі жұрттың барлығы да кітаппен өсті. Енді кітап оқу барысында біздің тәрбиелік мәні көп деп ойлаймын. Себебі сол шығармадағы кейіпкерлерге біз еліктеп, соның жақсы жағына қарай бейімделіп, дұрыс тәрбие алуға бағыттандық. Мен мысалы осы шығармаларды оқып отырған кезеңде Ілияс Есенберлиннің көшпенділер шығармаларын көп оқыдым. Сол шығармалардағы батырлар, ел қорғаған, олардың ерлік істері, соларды көрген кезеңде атпен шауып келе жатырған, сондай батырлар болғымыз келді. Одан кейін орыстың 3 рет батыр атағын алған Покрышкин деген ұшқышы болған. Соның естелік кітабын оқыған кезеңде ұшқыш болғым келді. Ал соның ішінде әскери адам болғым келді. Шындығында да 10-шы класты бітіргенде мен әскери қызметкер болғым келіп, әскери училищеге құжат тапсырдым. Солардың барлығы өтіп, енді соған барам деген кезеңде, біздің кезеңде басқа бір жағдай болды да, мен оқуға жібермей қалдым. Сонда қазір әскери адам болып кетер ме едім сол кітаптың арқасында деп ойлаймын. Одан кейін Әзілхан Нұршайықовтың көптеген кітаптарын оқыдық. Оның ішінде Бауыржан Момышұлы туралы оқыдық. Оның келбеті, бейнесі, осындай батыр ағаларымызға еліктеп, бір сөзді, ұлттың қасиетін сақтау деген сияқты жағын көбірек ойладық. Әрине барлығымызда қазақ болғасын, Мұхтар Әуезовтің Абай жолын оқыдық. Сол Абай жолын оқу барысында ол шығарманы шынында айтсам бала кезде оқыдық. Соны ол кезеңде біздің дүниетанымымыз оны оқитындай дәрежеде болмады ма? Оқып әрбір жерден тастап кеттік. Одан кейін мектепте оқыдық, одан кейін институтта оқыдық. Ал қазір енді бір қолға түссе қайта оқи береміз. Соны оқыған сайын ананың ішінен Құдайым-ау, осы Мұхтар Әуезовті басқа кезеңде айтып жатармыз, осындай ғұлама, осындай жазушы деп мақтап жатқан кезеңде, оның неліктен ғұлама деген кезеңде, сол мына күнделікті өмірімізді Абай жолында кіргізіп жазып кеткен. Ал енді оны ғұлама деп қалай айтпаймыз? Сол шығарманың ішінде бүкіл біздің адамның бейнесі күнделікті өміріміз, бұрынғы Абаймен байланысып, сол кезеңдегі тартыстар қазір де жүріп жатыр. Сол шығармаға қарай отырып, біз дұрыс болуға тырысамыз. Мысалы, менің жолдасым орыс тілді маманы, екеуміз сөйлесіп отырған кезеңде ол айтады, әзілдеп әрине, сен ана Абай жолын дұрыс оқымағансың, сен жайдақ су сияқтысың, кез келгенмен күліп амандасасың деп әзілдейді. Әрине, ол жерде Құнанбай баласына адамгершіліктің осындай қасиеттерді айтып отыр. Абай анау жұрттың қолы жетпейтін терең шыңырауда болғанша, кез келген адам қол жететін жайдақ су болғаны артық деген сияқты ойларды айтады ғой. Мінекей сол қасиеттердің бәрін біз бойымызға жинап, баламен де, басқамен де еркін сөйлесейік, олар бір қымсынып бізбен сөйлесе алмай тұрмасын, өзімізді жоғары ұстамайық деген
қасиеттің бәрі мына әдебиет арқылы бойымызға келіп кірді. Сондықтан әдебиеттің мәні, мазмұны үлкен нәрсе деп ойлаймын. Рахмет.